Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Амандық пен жақсылықта болайық. Қай істің болсын, енуіне 3 шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Сіз жоғалтқанның бәрі бірдей шығын емес. Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, тарихын ұмытқан ел қайда тұрғандығын, не істеп не қойғандығын білмейді. Келешекте басына қандай күн туатынына көзі жетпейді. Бір халық өзінің тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса, оның артынша өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады. Жақсы адамның да әлі бітеді, жамандардың да дәуірі өтеді. Біреуге қатты сеніп жүресің, ол сені сатып жаралы етеді. Бағаламайды барында ешкім, кеткен соң барып көзі жетеді. Адам тағдыры пәтер секілді, біреу келеді, біреу кетеді. Несіне мұңаямыз? Өлшеп берген өмірді сүруден еш шаршама, құлазыған көңілден көзіңнен жас тамса да, күліп қара өмірге күлімдеуден шаршама, күліп өмір сүре бер, аяғыңнан шалса да. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Өмірдің өкінбейтін бар айласы, ол айла қиянатсыз ой тазасы. Мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос, сол шарасы. Әке деген асқар тау, негіз қуат, ақ сүт берген анашың, егіз бұлақ. Алладан соң ата-анаң разы болса, алдыңнан ашылады 8 жұмақ. Шындықты бетке қарап айтатын адамның қадірі кетіп, өтірік күліп, сырттан саситын адамды қадірлейтін заман-ай.